Бүгінгі күн ең керемет күн, қолыма кітабым тиген күн. Баспадан шыққан бояудың иісі, балалық арманымның дәмі сияқты, саусағымның парақтарын сипасам, жүрегімнің соғысы естілгендей болады. Бүгін мен жазушы болған жоқпын. Бүгін мен өзімді қайта таптым. Жылдар бойы ішімде жүрген сөздер қағазға айналып, қағаздан тағдырға айналған сәт. Қолыма кітап емес, өз уақытым, өз мұңым, өз үмітім тиді. Мен соны сіздермен бөліскім келеді. Әрине, бүгін қандай күйде тұрғанымды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ең ауыры жақындарымның сатқындығы, ең ауыры 5 жыл өмірімнің босқа өткені, ал ең қиыны түрмеден кейін аяққа тұрып, қатарға қосылып, қоғамның сенен қорықпай мені қабылдауы. Өмір күрес, өмір роман, кейіпкер өзің деген сөзді дәлелдеп, осы романымның кейіпкері өзім жасадым. Менімен бірге болғандарың үшін рахмет айтып, тағдырлы бір қара қыздың осы романын алып, мені қолдап, өмірге қайта келуіме, аяққа тұруыма сіздер болып көмек берсеңіздер, үлкен сауапты іс деп ойлаймын. Сондықтан да кімде не болмайды. Өмір болғасын, сүрінесің, пенде болғасын, адасасың, бірақ қайтадан өзіңді қолға алып қатарға қосу, ол үлкен рухтық деп білемін. Менімен бірге болғандарың үшін рахмет. Сүйінші жаңалығым осы, армандар орындалады.